Кайрылуу күн достар, бүгүн сиздермен тез, дәмді, әрі оңай дайындалатын кекстің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Каналға тіркеліп, қоңырау шаны басуға ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: 3 жұмыртқа, 10 қопсытқыш, сүт, ертілген сары май, қан. Жұмыртқаны ыдысқа салып миксерлейміз. Артынан қант саламыз, ол езілгенше миксерлейміз. Шым-шым тұз саламыз. Ерітілген сары майды, сүтті барлығын қосып араластырамыз. Онға ұн қопсытқышты салып, илеуіштен өткіземіз. Ұнымыз шашылып кетпеу үшін ақырын араластырамыз да миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Ыдыстың шетіндегі қамырды жинаймыз. Қамыр бір келкі, түйіршексіз және сұйықтау болып шығады. Кекстің формасына 2 ас қасықтан қамыр салып шығамыз. Кекстің салмасы әртүрлі болады, өзіңіздің қалауыңызша. Тіпті ештеме де салмай қойсаңыз болады. Менде лимон тосабы бар, соны бір шай қасықтан салып шығамын. Үстінен тағы да 2 ас қасықтан қамырмен жауып шығамын. Пешке салардың алдында қамырды тегістейміз. Екінші қайтарымда мен салмасына шоколад салдым. Кекстің салмасына сіз шоколад, тосап, жеміс, қойытылған сүт, сүзбелі ірімшік әртүрлі салсаңыз болады. 180 градусқа қызып тұрған пешке 30 минутқа саламын. Маған лимон тосабымен жасалған кекстер ұнайды. Қараңыз, қандай әдемі, дәмді, әрі жұмсақ болып шықты. Иісі керемет, ыстықтай жесеңіз өте керемет. Осы рецепт бойынша пісіріп көріңіз, каналға тіркеліп, астына комментарий жазып, лайк басыңыз. Бірге болғаныңызға рахмет. Сау болыңыз.